Үшінші қатар дегенім досым. Менен әрі кетсе 10 қадам жер ғой. Басымды көтере қарағанымда анық көрдім. Үстінде қызыл көйлегі бар, ұзын бойлы келіншек менен көз алмай тұрды. Тек көздеріміз түйіскенде ғана сырт айналып адамдар арасына кіріп жоқ болды. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Кім болса да танысым екені белгілі. Негізі Алматы базарлары сондай. Анда-санда ескі таныстарым да кездесіп жататыны бар. Алайда мынаның тесіле қарағаны жайдан жай емес. Оның үстіне менің көргенімді байқағаннан-ақ тобырға кіріп жоқ болды. Демек кім болса да қимасым болғаны дедім де қарғып жолаққа өтіп соңынан түстім. «Әй, сен қайда барасың? Есің дұрыс па өзі?» деп айқайлап Камила қала берді. Онымен айтысып отыратын уақыт жоқ. Жеделдетіп желіп келемін. Екі жағымда сатушылар, ортасында әрі-бері ағылған адамдар. Әне, көп жүрмей-ақ көзім шалды. Ұзын көйлегі шұбатылып, суыт жүріспен кетіп барады. Ех, шіркін, жүрісінен жазбай таныдым ғой. Жүрегім аузыма тығылып, тынысым тарылып кетті. Өйткені бұл менің Айком ғой, Айком. Қап құрғырай. Мұны Алматыда көрем деген мың ұйықтап түсіме бір кірмепті. Енді қайттым. Аузыма сөз түспей тұрса да, атын айтып айқайға бастым. Айко, тыңдашы деймін. Ол мұны естіді ме жоқ па білмеймін, жүрісін үдете түсті. Мен сорлы болсам жете алмай әлекпін. Ашық жер болса бір жон ғой, ал мына жерде құжынаған адам. Бірінің аяғын бассам, біріне соқтығып әрең келемін. Оның үстіне сыраға сылқия тойып алғаным бар. Аяқ қолым айтқаныма көнер емес. Сонда да үмітсіз шайтан деген ғой. Тағы да айқайлап көрейінші. Мүмкін мұндағы у-шудан естімеген болар. Айко, тоқташы енді, Айко. Мен әскербекпін ғой, тоқташы деймін. Менің айқайыма көңіл бөлер Айко жоқ. Зып беріп екінші қатарға өтті де кетті. Ойбай, мынаған шынымен де жете алмаймын ба сонда? Онан кейінгі қатарға өтсе болды, базар бітіп үлкен жолға жетеді. Ал сонан соң тауып көр мұны. Не деген жүйрік едің? Өзім 7 жылда бір көріп тұрмын. Қиын екен. Көзіммен көріп тұрмын ғой. Енді тым болмаса жүзіне бір үңілсемші. Содан тағы да сол айқайға бастым. Айко, айғаным, тоқтай салшы енді. Тым болмаса бір қараш деймін. Сонда ғана жалт қараған Айко көзілдіргін шешіп тоқтай қалды. Жүгіріп кеп қапсыра құшақтап бетінен сүйе бастадым. Сол сәт ақаңның иісінен бе, әлде басқа себеп пе білмеймін, кеуде тұсымнан итеріп кеп жіберді. Алайда өз ісіне өзі ұялса керек. Айналада ел-жұрттың көзі бар ғой, сабырлы болшы. Менің сенімен әңгіме айтып тұратын уақытым жоқ. Таныдым, көрдім, білдім ғой. Бақытты болғаныңа тілектеспін. Енді аман бол, қош бол деп қолын созды. Есеңгіреп кеткенім болар, еш жей алмай біраз тұрдым да, мен де қолымды создым. Алайда иығында сөмкесі бар, кішкентай баланың қолын ұстаған Айко кетуге айналды. Сонда ғана мен бейбақ қолын маған емес, менің қасымда тұрған балаға созғанын түсіндім. Сонда ғана мен бейбақ қолын маған емес, менің қасымда тұрған балаға созғанын түсіндім. Осылайша шешесінің соңынан ерген кішкентай бала төмен қарап кете берді. Мен де қалмадым. Қатарласа жүріп кешірім сұрай бастадым. Айко, тоқташы, тым болмаса жайырақ жүрш, өтінем сенен, кешірші мені. Сенесің ба жоқ па? Сол кеткеннен саған қайтып бара алмадым ғой. Өйткені ауылға келген соң біраз өзгерістер болды. Бірақ мен сені іздеп бір емес бірнеше рет бардым. Тек арадан 2 жыл өткенде бардым, алайда таппадым. Тіпті Сарғанға да барғым келді дей бергенімде сөзімді бөлген Айком өзі сөйлеп кетті. Әскербек, енді маған мұны айтудың да, менен кешірім сұраудың да қажеті жоқ. Өйткені болар іс болды, қайтып келмейді. Сен мені сүйгендей, мен де сені сүйгенмін. Сол үшін де мен саған жан тәніммен берілдім. Тіпті жылдап күтіп жүргенім де бар. Өзің молынан кеттің, хабарсыз кеттің. Бірақ менің саған өкпем жоқ. Өйткені мен қазір бақыттымын, ұлым бар, отбасым бар деп, бірақ тоқтады. Енді не деймін? Үстіне киген киіміне қарасам жаман тұрмайды, көзге көрініп-ақ тұр. Базар жағалаған соң білеміз ғой, киіміне қарап кімнің қандай жағдайы барын. Шынымен де бұл енді мені қайтсын. Қолында жетектеп жүрген ұлы бар, құшағында байы бар. Айтқандай мына ұлға көз салып бір қарайыншы, аты кім екен өзі? Әй бала, бесті әкелші қане, атың кім сенің деп бетіне үңілдім. Сонда ғана қолындағы кәмпитін лақтыра салған бала басын көтеріп көзіме қарады. Астапыралла, мынау менің бел балам ғой, менің аузымнан түсіп қалған ба дерсің? Досым-ау менің, сенсең сенгенің, сенбесең қой.
Мені 5 есе кішірейтсең, тап мына бала болам да қаламын. Ал бұл баланы 5 есе үлкейтсең, менің көшірмен болып шыға келеді. Тіпті көзін жұмып, қас қаққаны да менікі. Иә, менікі дедім ғой. Ғани менікі деп жылап жіберді. Мен не дейін, бар болғаны басу айтып, басымды қасыдым. Бірақ тек қана басымды қаси бермей, досымның сөзін жүрегіме жазып жаттым. Содан соңы не болғанын қайта сұрадым. Не болушы еді? Сол балақайдың атын естігенде ғой, тіпті де бос кеудеге айналдым. Өйткені атым Әскербек дейді. Қасын қағып жіберіп. Мына сөзге қаттым да қалдым. Содан отыра қалып ойлана бастадым. Есепке шорқақ болсам да 93-тің қыркүйегінен 2000-нан алып тастадым. Міне жауап, 6 жас, және де қосу 1 жас ойдағы бар. Демек, мына бала 6 жастан кетіп тұр, ал иығындағы сөмке, жап жаңа сөмке, бүгін ғана сатып әперіп тұр. Өйткені осы биыл мектепке барады. Осыны ойлағанда қуанышым қойныма сыймай кетті. Ал енді алдымда бір ғана сұрақ тұр. Кімнен сұрағаным жөн? Мамасынан ба, баласынан ба? Мамасы білгенмен де айтпайды. Баласы болса, білмеген соң айтпайды. Бірақ мен сұрауым керек қой. Қысқасы, Айкоша деп орнымнан тұрдым. Ренжімесең сенен сұрайыншы, тек шыныңды айтшы. Әскербек кімнің дей бергенім сол екен. Сұқ саусағын аузына ұстап, Айко үндеме дегенде ишарамен қарады. Мұны көргенде менің де үнім өшті. Баланың көзінше керегі жоқ сөзді айтпай-ақ қой. Тіпті сұрамай-ақ та қой. Өйткені енді ештеңені өзгерте алмайсың, дедім ғой Әскербек. Бұл папасының баласы, бітті. Ал енді сау бол, жолымды берші деп алдыма түсе берді. Мен онымен тағы да қатарласа жүргім келді. Алайда жолымды өзі бөгеп, соңғы сөзін айтты. Мені шын сүйгенің рас па? дейді. Жаным-ау менің, рас қой, рас, Алла куә дедім. Ендеше мені тыңда, Әскербек. Осы сөзің рас болса, енді мені іздеме. Сұрама да, жолама да, жолыма бөгет болма. Ал мына бала жайлы мүлдем ұмыт, мені де ұмыт. Айттым ғой саған, менің отбасым бар, 5 жыл болды. Мен қазір бақыттымын, өйткені міне жалғыз болса да мына балам бар. Ал сені жылап күткен күндерімнің бәрі әлдеқашан ұмыт болған. Еркексің ғой сен, жігітсің, сөзіңді бер. Сөзіңе қоса қолыңды бер, болды деп қолын созды. Міне досым, енді не дейін, осыдан соң айтарға сөзім қалмай, амалсыз ғана мен де қолымды создым. Ал онан әріге бара алмадым. Өйткені көлікте күйеуім отыр деген Айком шығарып салуыма түбегейлі қарсы шықты. Осылайша қаққан қазықтай қол бұлғап қала бердім. Ал ұзын көйлегі шұбатылған Айко менен ұзай берді. Көзімнен тамған жасты сүртіп қайта-қайта қарай бердім. Өйткені тап солай қарай бергім келді. Алайда көп өтпей балақайда Айком да көзден ғайып болды.